мен сторисқа шықпай кеттім, потому что менде өмірімде біртүрлі заттар болып жатыр. Кішкене депрессияға да кіріп кеттім десем де болады. Түріме, шашыма мән бермеңіздер, потому что алпа-жұлпа болып жатыр. Бұны уход жасау керек. Не айтайын дедім, достар, менде кеше узнала то, что біздің Қазақстандағы үйге ұры түскен екен. И представляете, маған сырға салғандағы алтын, сосын колечко, который маған Алишер предложение жасаған кезде таққан алтын, и екі шуба болатын, екі шуба, который натуральный, прям қымбат қалған шубаларым. Солардың бәрін алып кетті, представляете. Енді, я не знаю, мен кеше жылағым келіп, настроением жоқ, вообще сторисқа шыққым келген жоқ, если честно. Енді өз-өзіме келіп, тамақ ішіп, нормально болып жатырмын. Өздеріңіздің үйлеріңізге бекем болыңыздар. Білмеймін, қалай кіргенін, оның терезеден кіріпті, якобы, енді білмеймін. Ужас, просто мама айтып жатқан кезде ана нәрселерді мен просто шошып қорқып қалдым, потому что бүкіл жаңағы біздің үйде бір сандық болатын, маманың артынан келген ескі сандық. Сол ескі сандыққа дейін қараған ғой ашып. Менің бүкіл киімдерімнің қалтасын тексерген, қыстық киімдердің қалтасын тексерген, ал мен сол алтындарымды әтеге тығып кеткен болатын негізі. Вдруг, типа, үйге біреу кеп қалады деген сияқты енді подстраховаться етесің ғой. Соның өзінде тауып алып, екі алтынды алып кеткен ғой. Басқа да енді қымбат заттарды алып кеткен. Сонымен кішкене менде депрессия. Мен енді андай обычный алтындар болса, мен жарайды ештеңке демейтін едім. Просто бұл өмірімдегі менің ерекше бір ситуация емес, ерекше бір кезде берілген алтындар болғандықтан, өте қымбат алтындар болатын. Сол. Енді білмеймін, барлығы дүниемен кетсін, қойшы деп нетеміз ғой, бірақ сонда да кішкене обидно шы. Жүрегім ауырып, жаман болып жатқаным бар кішкене. Кеше сестрам да жұбатып жатыр, Алишерге айтсам, Алишер де жұбатып жатыр, болды қойса, не істейсің оны деп.